Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алгоритм және атқарушы ұғымы. Сабағымыздың мақсаты алгоритмді өмірде және компьютерлік бағдарламаларда кеңінен пайдалану. Алгоритм және атқарушы ұғымы. Алгоритм ұғымы математиканың дүниеге келуімен пайда болды. 1000 жылдан астам уақыт бұрын 825 жылдары Хорезм қаласынан шыққан ғалым Абдулла немесе Абу Жафар Мухаммед ибн Муса әл-Хорезми үлкен сандарға арифметикалық операцияларды қалай қолдану керектігі туралы жазылған математика кітабын құрастырды. Бұл кітаптың латын тіліндегі аудармасы шыққаннан бастап, Еуропада алгоритм сөзі пайда болды. Алгоритм түпкі шешімге алып келетін әрекеттер жоспар тізбегінің сипаттамасы. Біз бұл ұғымды түрлі қызмет салаларында кездестіреміз. Мысалы, аспаздық кітаптар, әртүрлі құралдарды қолдану нұсқаулықтары, математикалық мәселелерді шешу тәртіптері. Біз қашанда қарапайым әрекеттерді ойланбастан механикалық тұрғыдан атқара береміз. Мысалы, есікті кілтпен қалай ашу керектігін жақсы білеміз. Дегенмен мұны балаларымызға үйрету үшін бұл әрекеттерді және олардың ретін айқын түсіндіруіміз керек. Кілтті қалтадан шығару, оны құлып ұңғысына салу, сағат тіліне қарсы 2 рет бұрау, кілтті шығару. Сіз айналаңызға мұқият қарасаңыз, өзіміз үнемі орындайтын алгоритмдер жиынын байқайсыз. Алгоритмдер әлемі алуан түрлі. Атқарушы алгоритмді орындайтын нысан. Ең жақсы атқарушылар машиналар, роботтар, компьютерлер. Атқарушы орындай алатын командалар шектеулі. Сонымен алгоритм жасалды, және ол тек атқарушы орындай алатын командалар мен құрылымдардан ғана құралған. Компьютерге түсінікті бағдарламалау тілінде жазылған алгоритм бағдарлама деп аталады. Бағдарламалау компьютерге арналған бағдарламаларды жасау үдерісі. Алгоритм және атқарушы ұғым тақырыбы бойынша сіздерге үй тапсырма. Білімленд сайтындағы осы тақырыпқа байланысты 3 жаттығуды орындаймыз. Алгоритм және атқарушы ұғым тақырыбына байланысты сіздерге екінші тапсырма. Classroom бағдарламасы арқылы сіздерге тапсырмалар беремін. Сол тапсырмаларды уақытысымен орындап жіберіңіздер. Тапсырмалар балдық есеппен бағаланады. 100-ден 85-ке дейін өте жақсы, 85-тен 75-ке дейін жақсы, 75-тен 50-ге дейін қанағаттанарлық, 50-ден төмен нашар деген бағамен бағаланады. Уақытысы 2 сәуірде сағат 12:00-ге дейін орындап